Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін өте керемет болып шығатын дәмләмә тамағын жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен менің каналыма жазылып, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Ең күшті рецепттер, қолжетімді рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Ал бисмиллах деп, мына жерде мен сүйектерімді бөліп, еттерімді турап алдым. Бұл жерде менде жылқы еті мен сиыр етінен араластырып жасап жатырмын. Жасап көрсеңіздер, өте керемет болып шығады. Мен 2 жылдан бері дәл осы әдіспен жасаймын. Өте тамаша болып шығады. Осылайынан еттерімізді барлығын кесіп алатын боламыз. Одан кейін пиязымызды барлығын осылайынан турап алатын боламыз. Барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Сол жақтан кіріп, қарап жасасаңыздар болады. Пиязымызды осылай үлкен-үлкен қылып турап алатын боламыз. Қазанымызды құйып, майымызды құйып, қызғаннан кейін етімізді салып, кішкене қызарғанша, суы тартылғанша қуыратын боламыз. Қуырмай, бірден жасап кетсеңіздер де болады. Былай теріп шығып жасасаңыздар да болады. Мен осылай етті салып, қуырып жасайтын боламын. Енді етімізді қызартып қуырамыз, суы тартылғанша қуырып алатын боламыз. Етіміз қуырыла берсін, ол аралықта картопымызды, сәбізімізді, қырыққабатымызды жақсылап отырып турап алатын боламыз. Осылай ұзын-ұзын қылып, ірі қылып турайтын боламыз. Қатты ірі емес, орта ірілікте осылайынан турап алатын боламыз. Барлығын турап дайындап алатын боламыз. Қырыққабатымызды алып, бір қырыққабаттың жартысын қосатын боламын мен бұл жерде. Осылайынан бұны да ортасынан бір кесіп, қазанымыздың бетін жауатындай қылып кесіп қоятын боламыз. Дайын болған етіміздің, қазанымыздың астын пәсейтіп, үстінен пиязымызды, картоптарымызды барлығын салып шығатын боламыз. Тұзымызды сеуіп, өзіңізге қандай дәмдеу ұнайды, барлығын сала берсеңіздер болады. Мен бұл жерде ең тамағымыздың дәмін келтіретін лавровый листпен қара бұрыш зіра салдым мен. Осылайынан замороженный помидор болатын, оны да салып жүрдім. Осылайынан салып, енді бетін жауатын боламыз. Жаңа қырыққабаттарымызды ашып, бетін барлық жауылғанша бүкіл жерін жауып тастайтын боламыз қырыққабатпен. Барлығын осылайынан жауып шығатын боламыз. Менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Комментария бөліміне өз ойларыңыз жазсаңыздар, сіздер қалай жасайсыздар, барлығымен бөлсеңіздер болады. Мен үстінен осылай ыстық су, бір пиала толтырып ыстық су құйдым. 250-200 грамм шамасында. Осылайынан бетін жауып 2 сағатқа жіберетін боламыз. Мінеке 2 сағаттан кейін біздің дәмләмәміз дайын. Өте керемет болып шыққан, езілмеген, өте дәмді болып шыққан. Мінеке суымен барлығы бар. Енді ыдысымызға салып,
ұсынсақ болады. Мінекей дайын болды біздің тамағымыз. Үстіне көкөністерді сеуіп ұсынатын боламыз. Бізге ас болсын.